Сәлем арна көрермендері, қазақша арнаны қолдап, тіркеліп, осы видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қытай Қазақстанға Шығыс Қазақстан облысындағы ауыл зертханасы үшін құны 1,6 миллион доллар болатын құрал-жабдық береді. Тиісті келісімге Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға мемлекеттік сапары барысында қол қойды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, Қытай Халық Республикасының стандарты бойынша аккредиттелген зертхана құру отандық ауыл шаруашылығы өнімдерінің Қытайға экспортталуға мүмкіндігін береді. Сонымен қатар елбасы Тоқаевтың батыс пен шығыс арасындағы көпір мақаласын америкалық журналдар жария еткен екен. Мақалдан үзінді. Осындай кезде бізге кедергілер емес, көпірлер салу керек. Осы аптада елордада өтіп жатқан әлемдік дәстүрлі діндер көшбасшыларының жетекші съезінің басты жолдауы да осы. Осы қиын қыстау кезеңде конвенция дүние жүзіндегі діни көшбасшыларының қайта бас қосып, бірлікті нығайтуға жетекші рөл атқаратын алаңы бола алады деп үміттенеміз. Өйткені олардың атқаратын қызметі көпір салу, жұбату, емдеу, мейірім, жанашырлық, азаматқа деген қамқорлық болады дейді. Осыдан басқа жаңалықтармен бірінші болып танысқыңыз келсе, арнаға тіркеліп, пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды.